Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз мынау Демократиялық партияның өңірдегі облыстағы штабтың басшылары, жетекшілері мен белсенділердің әңгімемізді қайтадан жандандырып отырмыз, бастап отырмыз. Осыған өздеріңіз білесіздер, Астана қаласының өкілімен, Атырау облысының өкілімен, Тараздағы штабтың жетекшісімен осындай әңгімелер болды. Бүгін белгілі ақын, қоғам қайраткері, осы Демократиялық партияның Батыс Қазақстан облысы бойынша штаб жетекшісі Жанат Есентаев бар. Сол жақтағы Оралдағы белсенді азамат заңгер Болат Бисенгалиев бізде эфирде отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет аға, өзіңде рахмет аға. Енді Жанат Есентаевты көпшілікке бұлай таныстырудың қажет жоқ болар, өйткені қаншама жылдан бері осы саясатта жүр, 20 жылдан артық. Мынау қылмыстық жауапкершілікке де тартылды, қуғынға ұшырады. Бірақ осы өзіңіздің тәжірибеңіз туралы азды кем өзіңіз айтып өтсеңіз, сосын Болат Бисенгалиев ағамыз айтып өтсе. Енді мен саясатта жүргелі бір 20 жылға жуық болды. Анау 2001-2-де Демократиялық партия ДБК деген құрылды ол кезінде. Содан бері келатым, содан бері әндерімді айтып, жырларымды айтып, ол деген қозғалыс болды, бір азда уақыт партия болды. Одан кейін әділетті Қазақстан деген жаңағы не болды, президенттікке жаңағы Жармахан тияқты бүкіл оппозицияны өсті ғой, сол уақыттан келатым. Одан кейін біраз саясатта оппозицияда болып, одан мына Жанозенге дейін бардым, мына қолдап жаңағы. Сол Жанозен бар, Оралдың 4 жыл мына Оралда абырой деген қоғамдық бірлестік бар. Сонымен біраз шаралардың кезінде акция, митинг бәріне қатыстық. Міне содан бері міне келеді. Оның екі ортасында жер митинг кезінде қамалдым, 2 жыл 6 ай жаңағы ограничение свободы дейді ғой жаңағы. Шектеу, оған бөлек саясаттан тыйым салды жаңағы политический, экологический, экономический, социальный, бытовой деп жаңағы тіпті анау социальный деген тақырыпта жазуға болмайтындай 2 жыл жарымдай тыйым салды негізінде. Басқа шаралар, акция, митинг. Неше ай отырдыңыз сабақта? 2 ай отырдым мен негізінде. 2 ай отырдым. Мына қасымда тұрған Болат аға сол заңгер ғой, негізінде көп жүгірді, мына көмектесуге атсалысқан азаматтардың бірі отырған кезде. Мында туған апаларым бар, бәріне қолдап көмек беріп, заң жағынан болсын. Ол қудалаудың енді саяси асқары болды ғой. Осы шалкет деген терминді негізі енгізгендердің бірі өзіңіз ғой. Жаңағы гитара. Менің шалкет деген әнім ең хит әнім ғой. Өткенде ютубтан қарасам бір 700 мыңға жуық просмотр болған 4-5 жылдың ішінде. Сол әнге байланысты, сосын мына Жанозенге байланысты бәрі себепші ғой. Енді бұлар қамау үшін әртүрлі құйтыр қыз дейді. Жаңа тікелей әнмен қамай алмағасын. Жаңағы ол кезде енді тікелей әнмен қамайтын болса, бұл жерде халық шулайды деп ойлады ма? Олар басқа бір жаңағы социальный розын дейді ғой, жаңағы национальный розын деп, сондай әртүрлі жазғандарымды етіп, сөйтіп отырғызуға себеп болды. Себебі ол жер митингтің алды болды, жаңағы халық алаңға шығатын болды. Біз сол митингке шақырдық 21-інде жаңағы 16 жылы. Соған 2 жыл 2 ай отырып, 2 жыл 6 ай жаңағы шектеу берді, ограничение деген. Ограничение свободы дейді жаңағы. Басқа саясат бәрі тыйым салды сол кезде. Сол кезде мынау абырой қозғалысында талқандады осы 2016 жылы мына жер митингісі өтетін тұста, иә? Абыройды офистарында да обыскі болды. Мына Исатай өтептің үйінде обыскі жасады. Абырой сол жалпы жабылған жоқ, бірақ соны бәрін тоқтатты айтқанда жұмыс. Қудалады ғой енді. Сізді қылмыстық жауапкершілікке тартты. Басқа жігіттер сол кезде мына Исатай өтепов, жаңағы Лұқпан Ахмедияр, жаңағы сол кезде жаңағы біраз азаматтар 15 тәулік қамауда болды жаңағы. Болат аға, өзіңіз айтып өтсеңіз енді. Мен 90 жылдың басында азат қозғалысының мүшесі болдым. Содан кейін тіркелмеген Алға партияның координаторы, үгітшісі болдым. Қазір мен мына сіз құрайын деп жатқан Демократиялық партия неге қолдаймын? Мен ауыл тұрғынмын. 1994 жылы Назарбаевқа қосыламын таратқасын. Қазір бізде айтылады, Қазақстанда ауыл шаруашылығы жоқ. Қазір біздер 60-70% азық-түлікті шетелден алып келеміз. 2000 жылы мына жер кодекс қабылданғанда, мына билікке жақын кісілер, биліктегі кісілер ауылдағы бәр жақсы жерлерді жекешелендіріп алды да, тіпті ауылдағы кісілерге мал бағатын жер де қалған жоқ. Қазіргі жағдайда мына ауылда кісі жоқ қазір. Жастар жоқ.
мына осы 50-60 жастағы кісілер ертең өлсе, мал бағатын тракторда істейтін кісі жоқ. Мен ойлаймын, қазір біздер осы Қазақстан мына кризиске келатыр біздер. Сосын екінші проблема мен неге мына сыбайлас жемқорлық. Мына қанша Қазақстан болғанда осы тарихта, қанша бағдарлама қабылданды жемқорлыққа қарсы, қанша мекеме құрылды, бірақ бұрын миллиондап ұрлайды, қазір миллиардтап ұрлайды. Неге миллиардтап ұрлаған кісілер 2 жылдан отырып шығады, біз мысалы Арон Атабек, Мұхтар Жақшев әлі түрмеде отыр, Макс Мұқаев отыр. Сол себептен мен қазір ойлаймын, қазір көбір халық қазір оянды. Мына интернет арқылы қазір халық көшеге шығуға, революцияға жасауға дайын. Мен бірақ ойлаймын, бізге революция керек емес, қантоғыз, азаматтық соғыс бізге болмайды. Біздер Украинаның жолымен жүруге бізге болмайды, Украина жолымен. Енді ол саяси жағдайларға байланысты енді әртүрлі. Бұл жерде әрине ол мәселе қантөгісте, ешкім қантөгісті қаламайды. Бірақ бізге бір сондай тез өзгерістер қажет екені де анық. Өзгерістер өте қажет. Бірақ ол қантөгіс жолымен емес, ол биліктің, қазіргі биліктің өзіне де байланысты. Егер олар осы бір қантөгіссіз, бір қандай да қақтығыстарсыз, дұрыс саяси реформаларды, саяси өзгерістерді, демократиялық өзгерістерді жасағысы келсе, олардың мүмкіндігі әлі де бар деп ойлаймын. Ол мысалға саяси партиялар туралы заңды өзгерту, мынау жаңағы сайлау туралы заңды өзгерту, бейбіт жиындар туралы заңды өзгерту, түрлі реформалар жүргізуге болады деп ойлаймын. Бірақ енді негізінен біздің мақсатымыз барлығымызда бұл бүгінгі авторитарлы билікті жеңу. Солай емес пе? Мен ойлаймын, біздер демократия жолымен өркениетті Қазақстанға келу тиістіміз. Сол себептен партияны қолдаймын, сіздің саясатыңызды мен қолдаймын, мен сіз үшін дауыс беремін. Рахмет. Енді біздің бәріміздің партиямыз осы партия тіркелсе, онда әрине мен ойлаймын, біз кез келген Нұр Отанды болсын, басқа партияны болсын, кез келген талқаны шығарып жеңуге толық мүмкіндігіміз бар. Өйткені халық қолдайды. Енді мына митингілер туралы айтайық. Осы Болат ағамыз қазір қозғады осы мәселені. Жәке, енді сіз өзіңіз талай митингге шыққан азаматсыздар. Екеуіңіз де жаңа абырой қозғалысы болды. Жалпы Оралда негізі азаматтық қоғамның белсенділігі өте жоғары. Қашанда митингілер шықты, қашанда жаңағы түрлі пикеттерге шығады, қарсылық танытып жүреді. Жалпы осы халықты мынау жаппай бір 50-60 адамдық емес, жаппай митингілерге шығару үшін, көп адам шығу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Мына өңірлерде, әсіресе өздеріңізде қандай бір неге халық осындай бір жаппай оппозициялық қозғалыстарға бірікпейді, қосылмайды? Мен өз басым ойлаймын, мына халық негізінде оянды. Кеше сайлауда да оянды, халық шығып жатыр. Бірақ бұл әлі жеткіліксіз. Жалпы мен митингке көп шықтық, айтқанда. Кезінде көп шықтық, пикетке де шықтық, 5 сутка қамалған кездері де болды. Бірақ әлі жаппай шығып жатқан жоқ халық. Мына мыңдап шықса, әр региондардан шығатын болса, сол митингтің қатарында өзім 100% тұрар едім. Гитарымды алып, сол жерде әнімді айтып. Қазір мына енді анау ДВК партиясын ол заңсыз қылып мына билік деген. Ол жолмен жүргендердің енді бәрі шектеп қамап жатыр. Бірақ ол партияның да бағыты дұрыс негізінде, бірақ шектемеу керек еді. Бірақ енді мына мен құрып жатқан Демпартияны не үшін қолдадым? Бұл партиямен, бұл тек мен емес, мына батыс өңірі, мұнайшылардың бәрі қолдады. Себебі бұл партияны мақсат тіркету. Бірақ біз партиямен жүріп, біз көптеген мәселелерді көтереміз елдегі. Саяси тұтқындардың мәселесін көтереміз, басқа мәселелерді көтереміз. Ертең бұл партияның тіркеме атқан жағдайда, әрине, тіркеме атқан жағдайда, заңсыз тіркеме атқан жағдайда біз әрине алаңға шығамыз мысалға. Дұрыс. Бұл демократиялық партия мен таңдаған себебі біріншіден мен Жанболатты бұрыннан танимын өзімді, бір талай қудаланып, қамалдың қанша жыл саясатта біраз жүрдік. Соқтан өз басына мен үлкен сеніммен қараймын. Соқтан мен емес, мына бас аймағындағы адамдар, белгілі Талғат Аян, жаңағы жер кезінде отырған Макстың қасында серіктес досы Әлбек деген жігіт бар. Мұнайшылардың өздері түсініп, осы партия арқылы өзгеріс жасайын деп қолдап отыр, шын айтқанда. Соқтан мен өз басым ойлаймын, мына өзгеріс жасау үшін, халықты біріктіру үшін осы бір жол керек, бірігетін. Ол үшін біз мына бір бағытты алып, осы бір мына
біреулер былай қарайды, мен өзім былай қараймын. Мына партияның өзім бір саяси алаң деп қараймын мысалға. Саяси площадка дейді ғой. Сол площадканы біз неге пайдаға астырмасқа мысалға, да? Мысалға біз ол партияны мақсаты партияны тіркету. Тіркетпесек, ол партия ар жағы сайлауға түспесе, ол партия ондадан партия не үшін құрады мысалға. Сондықтан біздің мақсатымыз осы партияны алдағы уақытта съезімізді аман-сау өткізіп алып, содан кейін 40 мың мүшесін жинап алып, сосын ары қарай есту. Енді оны тіркеме бір құдай бір. Мен білетінім билік бұны тіркемеуге әрекет салады. Әрде кедергі жасайды, ертең мына құрылтайда кедергі жасайды. Сондықтан бұл саяси аран арқылы біз күресуіміз керек. Сондықтан осылай мен айтарым пікірім қысқа енді. Дұрыс, өте дұрыс. Болат аға, өзіңіз айта өтіңіз пікіріңіз. Мен ойлаймын, біздер партия тіркесе, біздер сайлауға жиналсақ, мысалы, мына айтып отырмын, біздер демократия жолымен неге жету керек бәрінде. Мысалы, заң қабылдаса, мына әкімдерді тікелей халық сайласа, соттарды халық сайланса, сонда біздерде әкімдер халыққа жақын, сот әділетті болады. Әкімдерді халық сайласа, онда сайлауда әділетті болу тиісті. Оларда Нұр Отанның естен бақылауынан кетеміз, ол тәуелсіз сайлау болады. Мен солай сенемін. Ал енді айта беріңіз. Айта сұрақ. Мынау енді бізге де осы Алматыға хабарласып жататын болады. Өздеріңізде де азаматтар бар болар. Мынау Демократиялық партияның Орал қаласындағы штабының мекен жайы, телефондарын хабарлап өтсеңіз осы көрермен. Мекен жайы дегенде біздің мына мекен жайымыз бұрынғы Достық көшесі, қазіргі Назарбаев көшесі. 218 несі жаңағы отыратын кабинеті 18. Бұл енді бұрынғы колледж жаңағы, ертеде кооператив техникум болған бұл жерде. Енді телефон айтып жүрсем, бұл жерде телефонды менің өзімнен маған хабарласты, менің жаңағы сот нөмірім 8-75-801-5265. Осы мені хабарласады. Сондықтан бұл офис ашық, қай уақытта келсе де, әр сәрсенбі күні кешкі 6-да осында жиналысымыз өтеді. Әр сәрсенбі күні. Сондықтан келемдерге есік ашық. Енді қазіргі уақытта біз нақты жұмыс тек делегаттарды съезге дайындапаттық. Әрине, дұрыс. Енді аман болса осы 22 ақпан күні Алматы қаласында сағат 11-де біз Демократиялық партияның құрылтай съезін өткіземіз. Ең бірінші съезін Алматы қаласында. Өздеріңіз амандық болса соған дайындықпен келе жатсыздар ғой. Бұйырса бір өзіміздің 30-ға жуық делегатымыз келеді. Бас аман болса, енді әртүрлі жақындағанда өзіңіз білесіз, әртүрлі шақырулар болуы мүмкін, кедергілер болуы мүмкін. Біз бірақ оған бәрін дайынбыз. Бұл енді заңды. Бұны жаңағы өзіңіз білесіз, 26 желтоқсанда жаңағы әділет министрі рұқсат берілген нәрсе. Соқтан бұл енді біз дайынбыз. Қандай не болса да бұл заңды съез екенін білеміз өткізу. Бірақ әртүрлі бір құйтырқы кедергі болса, оған да дайынбыз енді айтқанда. Дұрыс. Жақсы, бүгін бізде эфирде Жанат Есентаев пен Болат Бисенгалиев болды. Батыс Қазақстан облысы бойынша штабтың жетекшісі және сол штабтың заңгері, белсенді, беделді азаматы. Рахмет әңгімелеріңізге. Рахмет өзіне аға. Сау болыңыз.